Бұл мұғалімдерге мәлім электронды күнделік. Интернет жоқ жерде жұмыс жасамайды. Интернетінің жылдамдығы аз болса да, жұмыс істеу қиын. Қаншама жердің мұғалімдері интернеті бар жерлерді аралап толтырғанда өтірік емес. Жұмыс жасауды оңайлатуға ұсынылғанмен, қазір ұстаздардың көбіне қолдануға қиындық тудырып тұрғаны рас. Оның бірі материалдық базаға тірелсе, екіншісі қағаз журналмен қатар жүруі. Жаңа инновациялық технологиялардың кірген жақсы әрине. Егер де мұғалімді қағаз бастылықтан құтқарса, бұл жүйеге сонымен қатар ата-аналар мен оқушылар да тіркелген. Олардың кіруін бақылау да тағы да мұғалімдерден сұралады. Олардың үйінде кіруге жағдай бар ма, жоқ па, сенен ешкім сұрамайды. Ұстаздар рейтинг қуалап бір сабылса, ата-ана мен оқушыны кіруге жағдай жасап тағы сабылады. Бұндай көзбояушылық кімге керек? Мен үнемі паролімді ұмытып қала беремін. Қайта қалпына келтірмек болып, қолдау қызметі деген батырманы басқан едім, Ресейдің дневнигінен бір-ақ шықтым. Көшіруін көшірсе де сілтемелерін өзгертіп үлгермей жатқаны көрініп тұр. Мектептегі қағазбастылықтан құтылу үшін құрылған бұл жоба аяғы алтын уақытты сарп ететін, рейтинг үшін толтыратын жобаға дайындалды. Мейлі толтырсын. Электронды күнделіктегі барлық мәлімет жеке шаруашылық серіктестіктің емес, білім министрлігінің қолында болғаны дұрыс.